Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен ерекше осындай әдемі шоколадты блинный торт әзірлейтін боламыз. Бұл тортымызды осылай кескенде ерекше әдемі болып тұрады. Тортымыздың дәмі вупи пай тортына ұқсас. Сонымен қоса кремі өте нәзік, сырный творожный, яғни крем чиздан жасаймыз. Қамырына қажетті заттар: ұн, сүт, какао, қант, ванилин, өсімдік майы және жұмыртқа. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Сүт қосамыз. Құрғақ заттарды өзара араластырып аламыз. ұн, какао және де ванилин. Аз мөлшерден сала отырып араластырамыз. Өсімдік майын қосамыз. Міне біздің қамырымыз осылай дайын болды. Қызып тұрған табаға құймақтарымызды, яғни блинчиктерімізді видеодағыдай құйып пісіріп аламыз. Екінші бетін аударамыз. Өте тез піседі. Осы қамырдан менде 6 блинчик, яғни құймақ шықты. Міне осылай майда тесіктер пайда болады. Сонан соң екінші жағын аударып, арғы бетін пісіріп аламыз. Міне блинчиктер осылай тез-ақ 5 минутта дайын болды. Кремге қажет заттар: творожный сыр, 33% сливки және сахарная пудра. Құрғақ ыдысқа сливки, сахарная пудра және творожный сыр. Үшеуін салып, үстінен осылай басып аламыз шашырамас үшін. Сонан соң жақсылап миксерлейміз. Міне біздің креміміз осылай болып шығу керек. Төгілмейді бұлай аударғанда. Крем дайын. Блинчиктерімізді енді аламыз. Осының ортасынан қазір мен бөлемін, бірақ сіздер бөлмесеңіздер де болады. Менің ыдысым тортты жинайтын ыдыстың көлемі кішірек болып тұр, сондықтан осылай ортасынан бөлемін. Кремді жағамын екі жағына да осылай. Содан кейін дөңгелетіп, трубочка ретінде осылай орап шығамын. Міне мен осындай ыдыста жинаймын тортты. Оның бетіне осылай пищевой пленка қоямыз. Сонан соң трубочкаларымызды көлденең етіп, ішіне салып шығамыз. Барлығын осылай ортасынан кесіп, крем жағып, орап шығамын.
ыдысымызға саламыз. Міне осылай бір қатар толтырдық. Енді бетіне крем жағамыз. Екінші қабатын жасаймыз. Екінші слой. Бұнан соң тағы да үстіне крем жағамыз. Әр слой сайын осылай крем жағып отырамыз. Кәдімгі торттағыдай. Үшінші слой. Барлығы осы 3 слой шықты менде. Жақсылап кремімізді барлығын бетіне жағып шығамыз. Енді астындағы осы пищевой пленкамен бетін жақсылап жабамыз. Тоңазытқышқа шамамен 1-2 сағатқа салып қоямыз. Ганашқа шоколад, сары май және 33% сливки керек. Ең алдымен баяу оттағы ыдысқа шоколадымызды саламыз. Ерітіп аламыз да үстіне сливкимізді, кәдімгі мұздай, мұздатқыштағы сливкиді құйып, араластырамыз, қайнатпаймыз. Жақсылап араластыра отырып, міне осындай масса шығады. Енді газымыздың астын өшіреміз. Үстіне бөлме температурасындағы сары майды салып, жақсылап араластырамыз. Міне осылай ганаш дайын болады бізде. Міне бізде 2 сағат өтті. Тортымыз осылай крем сіңіп, осылай қатты. Енді бұл тортты тәрлікеге саламыз. Осылай болып шықты тортымыз. Енді бұның бетіне жаңағы ганашымызды осы қасықпен үстіп видеодағыдай құйып шығамыз. Шоколадты ганаш өте керемет дәм береді. Міне біздің тортымыз дайын. Бетін қалауларыңызша әрлейсіздер. Мен осылай әсемдедім. Әдемі. Сонымен қоса өте дәмді осындай блинный тортты әзірледік. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Ботафуд. Астарыңыз дәмді болсын.